Аты жоқ құпия. Ерлі зайыптының бір түнгі ерекше шешімі. Бөлме үнсіз. Мен шамның көмескі жарығында оның көздеріне қарап отырмын. Әйелім менің алдымда нәзікте сенімді. Оның жанарынан қорқыныш көрінбейді. Тек қобалжу мен қобалжудың астарына жасырынған ынтызарлық үшінші ер адам Жан диванда отыр. Біз оны кездейсоқ таңдап алған жоқпыз. Біз сөйлестік, жоспар құрдық. Барлығы келісіммен. Сені мен Жан екеуміз көзіміз түйісіп қалған сәтте мен ішімнен басталды деп ойладым. Әйелім орнынан жай тұрып, бір сәтке екеумізге кезек қарап шықты. Сосын менің алдыма келіп тізерлеп отырды. Оның саусақтары беліме барып, киімімнің ілмегін ағыта бастады. Бұл белгі болды, мен артыма қарай бір қадам шегіндім. Бұл жолы мен бақылаушы болуға бел будым. Шыны керек, жүрегім дүрсілдеп тұр. Бірақ қызғаныштан емес. Қызығудан Жан орнынан тұрды. Ол жай ғана жанында тұрған әйелімнің иығына алақанын қойды. Жұмсақ құрметпен содан кейін халатын шешіп тастады. Ол менің әйелім. Бірақ дәл осы сәтте менің ғана емес. Бұл ойы мені қайран қалдырды. Қоздырды, мен диванға жайғасып демімді ішіме алып, екеуін тамашаладым. Жан оның мойнынан сүйіп өтті. Әйелімнің денесі дір ете қалды. Ол көзін жұмды. Бірақ мен оның жүзінен бірде бір шынайы күмән көрмедім. Керісінше тыныштық. Сенім, рұқсат. Жанның саусақтары оның арқасымен төмен сырғып беліне жетті. Ал мен өз орнымда қозғалмастан тек қарап отырмын. Қиялым шындыққа айналып жатты. Бөлменің іші ыстық. Денем терлей бастады. Жан әйелімді диванға жай жатқызды. Ол оған толықтай еркіндік берді. Ал мен тыныс алып отырмын, өзімді тежеп. Бір сәт әйелім маған көз тастады. Сол көзқараста мені ұмытпаған белгі бар еді. Мен оған тек бас изедім. Рұқсат бердім. Жанның денесі оның үстінде. Екеуі бір ырғақпен қозғалып жатыр. Бұл көрініс мен үшін бұрын соңды болмаған тәжірибе. Мен қызғанбадым. Керісінше, мені қоздырған әйелімнің толық ләззатқа берілуі. Ол сәл ыңыранып, ерінін тістеді. Саусақтары Жанның арқасын тырнап өтті. Ол ешқашан менің алдымда бұлай еркін болмаған. Және мен дәл осы сәтте түсіндім, менің махаббатым оның еркін болуына рұқсат беру. Көп ұзамай бәрі баяулады. Ырғақ тоқтады. Жан орнынан тұрды. Ол үнсіз киінді. Бізге қарап сәл жымиып, рахмет деді. Және шығып кетті. Бөлмеде үнсіздік қалды. Әйелім мен жаққа келді. Ол менің тіземнің үстіне отырып, маған арқасын сүйеді. Мен оның шашынан иіскедім. Қалай болды? Деп сыбырлады ол. Мен оның құлағына ернімді жақындатып, бұл біздің арамыздағы ең терең байланыс дедім. Себебі мен үшін бұл түн тек құмарлық емес. Бұл сенім, еркіндік және шексіз махаббаттың бейнесі болды.